Саламатсыздар ма, менің құрметті гүлсегіш достарым. Мына сіздерге о баста лилия гүлін көрсеткенде, чешуядан қалай көбейтетінін көрсетемін дедім де, енді оны қазып алған жоқпын ғой биыл мен. Қазір 2019-дың мынау 1 май бүгін. Енді мына шарбақты жинап отырып, қазір балам жаңағы лилия шығып атқанды күрегімен басынан жұлып кетті де, енді басындағы түсіп қалды ғой. Сосын мен жақсы астында картошкасын алайын деп қазып алып қалсам, Құдайдың өзі көмектескен бар, мынаны сіздерге көрсетейін. Мынау лилия, основной мамашасы мынау. Ана чешуядан көбейеді деген, міне, мынау ғой чешуялары, қабығы да. Осыны алдында айттым, грунтқа немесе вермикулит, перлит бірдемеге салып, шамалы грунтқа салып, аздап су сеуіп, салафанға салып, қараңғы жерге тастасаңыз, өзі тамырланып көбейеді. Міне, чешуясы мынау, сонда мынандай болып көбейеді. Мынау чешуясы, мынау тамырланып, міне уже зеленый массы жоғарға қарай, мынау кетіп батырғаны байқамай қазылды. Мынаның бәрі посадочный материал, қанша отростық, міне мынаның бәрі содан шығып атыр, чешуядан шығып атырған. Мынау уже жас баласы жаңағының, значит, бұда кішкентай луковичка беріп, міне жоғары қарай кетіп батыр. Мынаның бәрін қазір мен горшокке немесе жерге отырғызып тастасам, биыл гүл бермейді, келесі жылы керемет болып гүл өседі. Міне чешуясы осындай болып шығады. Міне мына чешуядан мынандай тамыр береді, көрініп тұр ғой да, тамыр береді. Сосын барып мынандай жасыл міне өскін береді де, міне жайлап луковичка жуасы пайда бола бастайды. Бұл топырақтың астында болып жатқан процесс қой. Осыны қазір случайно қазып алып қалып, сіздерге көрсетейін деп, осы моментта пайдаланып көрсетейін деп отыр. Мынау баласы, міне қандай оқып қалған уже. Мынау мамашасы, міне луковичкалары тарап шығып, мына үстіне шығып атеді. Мына үстін күрекпен байқамай күрегі тиіп кетті де, тазалап атқан жерінен сындырып алды. Сосын мен жақсы біреуін қазып алайын деп, басқа жерге отырғызайын деп алып қалған едім ғой. Міне осындай болып жатыр. Міне балалары, міне чешуядан шығып атырған. Мынау кішкентай луковичка беріп жатыр, мынау қабығы жаңағы. Естіп көбейтуге болатыны луковичканың қабығын міне алып алып. Мынау луковичкалары. Егер сізге ұнаған сорт болса, қанша міне материал, посадочный материал. Міне мынау да чешуя, содан міне жасыл өскен шығып. Енді мынаны мен қазір егіп тастасам, қаншама лилия жатыр мына жерде. Міне бар көрсетейін дегенім осы. Гүлдеріңіз өсе берсін, заман тыныш болсын. Сау, саламатта болыңыздар. Пока-пока.